Есік сарт ете түсті. Есік айқара ашылды да жабылған жоқ. Дәлізден жалғасатын бөлмеде жатқан балалар сырттан лап ете кірген аязды сезе қойып бүрісе түсті. Адамдар ұйықтап жатыр-ау деген ой қаперіне кіріп шықпаған Қабылбек жарқ еткізіп жарықты қосты. Әндеткен болып ыңылдап жүріп, қирата салдырлатып ас үйге өтті де қазанның қақпағын ашып көрді. Қазан түбінде тұрған аздаған макаронды көрді де, қап-қара болып күстеніп кеткен қолын қазанның түбіне матырып жіберіп, уысын толтырып асап жіберді. Сосын сол отырған жерінде қалғып кетіп, қор ете түсті. Ақырын тың-тыңдап, мысық табандап келген әйел күйеуінің ұйқыға кеткенін білген соң барып, сыртқы есікті жапты. Бірақ біраздан соң арақтың сасық иісі қоңқаны жарып бара жатқан соң амалсыз есікті ақырын қиялай ашып тастады. Таң атқан, мектепке баратын 4 баланың 3-еуін оятып алған Ханшайым шай беріп балаларын тамақтандырған болды. Балалар үнсіз, тіпті 1-ші сыныпқа баратын Балжан да қыңқ деп дыбыс шығармады. Биыл 10 оқитын Гүлжан мен 8 оқитын Ұлжан орталарына Балжанды алып ақырын шығып кетті. Қыздарының ортасындағы қуанышы 5-ші сыныпта. Ол түстен кейін оқиды. Осы ұл туғанға дейін Қабылбек адам сияқты жұмыс істеп, ішімдікті аңда-санда болмаса ұрттап алмайтын. Қалай қуаныш дүниеге келді, солай жууды бастап кетіп, содан тоқтай алмай келеді. Бүгінде нағыз алқашқа айналған. Қуаныш пен Балжанның арасында күйеуінің тепкісінен бір баланы түсірді. Балжан туған соң да ішуді үдетпесе кемітпеді. Бұрын жұмысы барда ақша сұрамайтын. Жұмыстан шығып қалған соң Ханшайымның нағыз сорына айналды. Ауылдағы аядай медпунктін еденін жуып тапқан ақшаға жармасатынын қайтесің арсыздың. Ханшайымның әке-шешесі бұл мектеп бітірер жылы тойға шыққан біраз туыстарымен бірге жол апатына түсіп қаза болған. Үйді сатып, қалаға оқуға кет деген мұғалімін тыңдамай, ата-анамның ошағын өшірмеймін деп ауылда қалғандағысы мынау. Аяқ астынан пайда болған Қабылбек қорғансыз қыздың біресе отынын жарып, біресе суын тасып беріп жүріп, үйіне кіріп алған. Рас, қолынан келмейтіні жоқ. Әсіресе көлікті көзін жұмып отырып ақ, ақауын тауып жөндейтін қабілеті бар. Қарап отырса, арақ ішіп алса көзі қызарып, жан баласына дес бермей сабайтын Қабылбекпен 17 жыл өмір кешіп келеді екен. Бұл күнде маскүнем күйеуінен аяқ тартатын туыстары да сырт айналған. Заңды түрде ажырасқанмен де баратын жері жоқ Қабылбек әлі осы үйде. Ханшайым Қуанышты киіндіріп алып медпунктке келді. Бұл жерде таңертең шай қойып, әркім өз үйінен әкелген тәттілермен шай ішетін. Ханшайымға жаны ашитын әйелдер онсыз шай ішпей күтіп отыратын. Бүгін де сол үрдіс қайталанған. Ханшайым шай дастарханына Қуанышты отырғызды да өзі жұмысқа кіріскен. Көптен бері пряник жемеген Қуаныш асап жеп отыр. Бір кезде бір оқушы құлап қалыпты деген суыт хабарды естіген соң дәрігерлер мектепке кеткен. Іле-шала пунктке қайта телефон соғып, құлап қалған Ханшайымның кіші қызы Балжан екендігін айтты. Қуанышты жетектей жан ұшыра Ханшайым мектепке жетті. Қызы 2 тәулік бойы дұрыс нәр татпағаннан әрі қан аздығы қосылып, басы айналып құлап түскен екен. Бірден аудандық ауруханаға жатқызуға шешім қабылданды. Қасына ересектеу ғой деп Гүлжанды қосып жіберген. Ханшайым жұмысында қала берді. Бұл уақытта 8-ші сыныпта оқитын Ұлжаны аяғын әрең басып үйге келген. Ас бөлмесінде шаштары мен сақалдары өсіп, әбден кірлеген бомж кейіптес әкесінің 3 бөтелкелес досын көрді. Сақалын жымситып қойған жастауы Ұлжанға қарап, аярлықпен ыржиып қояды. Тұла бойы түршіп кеткен қыз сөмкесін тастай салып, сыртқа атып шықты. Көшеде біраз сенделіп жүрді де медпунктке анасына барған. Онда біраз отырған соң
Бос отырудың да әрі көшеде сенделудің де ретін таппай кітапханаға келді. Қабырғадағы сағатқа қараған 5-тер шамасы болып қалыпты. Кітапхана да жабылмақшы. Қарны да ашты. Үйге барса ем болмаса қамыр илеп, қатырлақ нан жасап жер еді ме? Ақырын аяндап үйге келді. Бағанағы бөтелкелестері кетіп, әкесі жалғыз екен. Қуанып кеткен Ұлжан дастарханда тұрған шошқаны майы мен пиязды көріп, жиіркеніп тұрса да, аш тұрған асқазанның қалауы мен шайнамай жұтқан, аздап болса да әлденіп қалды. Тықырлаған дыбыстан көзін аларта ашқан Қабылбек қызына жұтына қарайды. Қалай байқамаған, кәдімгідей өсіп қалыпты. Басына арам ой сап ете түсті де, ол қызына іш деп арақты қинап бере бастады. Баяғыда аналарында солай қолға түсірді ғой. Ой Дәурен-ай десеңші. Көзі қарауытып, қызына бас салған Қабылбектің маңдайына қада темір сарт ете түсті. Қабылбек сылқ етіп жерге құлады. Ұлжанның артынан іле-шала үйге кірген Қуаныш бәрін бақылап тұрған еді. Не болып, не қойып жатқанын түсінбесе де, әкесінің құлығын құп көрмеген балақай қада темірмен бір салған. Әкесінің құшағынан сытылып шыққан Ұлжан Қуаныштың қолынан ұстап сыртқа қарай қашты. Қара қаны бұрқ ете түскен Қабылбек ессіз еденде қала берді. Метпунктің еденін жуып болған Ханшайым қыстың көзі қырауда жалаңбас, сырт киімсіз жетіп келген екі баласын көріп шошып кетті. Мән жайды естіген соң қасына полиция мен дәрігерлерді ертіп үйге келген. Адам жаны тәтті емес пе? Иесін жиған Қабылбек бұл кезде шүберек тауып ап, басының қанын тоқтатпаққа әрекеттеніп отыр екен. Жауыз күшік, өз қолымен өлтіремін деп Қуанышқа қарай тарпа бас салды. Осы кезде тәртіп сақшылары оның қолын артқа қайырып байлап тастады. Түнімен хаттама толтырылды. Кәмелеттік жасқа толмаған баланы зорлауға әрекеттену баптары бойынша Қабылбекті ауданға алып кеткен. Бұрын заң алдында жауапқа тартылмағаны бар және зорлайын деп емес, құшақтап кешірім сұрамақшы болған деген уәжден танбаған Қабылбекке сот тек 6 ай ғана қамауға алу жазасын кесті. Міне, ол 6 айда өтіп барады. Ханшайым мына мамыражай тірліктің ертең тағы шырқы бұзыларын ойласа, түнімен дөңбекшіп шығады. Ақыры бір шешімін тапқандай. Бүгін тағы күн сұрғылт, тағы жаңбыр жауатын сияқты. Күздің алғашқы айы болса да далада ызғары бар. Аспанға қараған Ханшайым оңтүстікте әлі жылы шығар деп туған жерін еске алып, күрсініп қалғанын өзі де байқамады. Кеудесін сағыныш кернеп кетті. Үйді арзымайтын бағаға сатып, Қабылбек келесі жеті шығады деген күні ауылдан солтүстіктің бір ауылына бір жола көшіп кеткен бұлар. Келе әкімшілік дайындап қойған 17 шаршы метрлік бір бөлмеге жайғасқан. Қазір қала белсенділері үй алып бермекші болып ақша жинап жатыр. Тағы сәл күте тұрса, жиналған қаржы 3 бөлмеге де жетіп қалар. Ханшайым аспаз мамандығына машықтанып жүр. Бұл дүниеге келгенде ата-анасы қызымыз Ханшайымдай өмір сүрсін деп есімін Ханшайым қойған екен. Бірақ ата-анасы қайтқан соң өмірі тозаққа айналғандай болған еді. Бүгінде мама қаздай болып балаларымен жылы үйде шүпірлесе жатқан Ханшайым бұдан асқан бақыт бар дегенге сенгісі келмейді.